Әңгімемізді бастамас бұрын, ақ жаулықты әжелерімізді, ардақты да аяулы аналарымызды, барша әйелдер қауымын, сұлу да бойжеткен аруларымызды, бүгінгі шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр ананың, әр әйел қауымының қуанышы мен бақыты ол отбасы деп білемін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бірлік, береке, мол табыс, махаббат және де тек сәттілік тілеймін. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін, күндей құлпырып, гүлдей жайнап, өміріміздің көркі болып жүре беріңіздер. Бақытты болғыңыз келе ме? Сізге психологтардың, мотиваторлардың семинарларына барудың, көп кітап оқудың қажеті жоқ. Тек бірақ нәрсені білсеңіз де жетеді. Не нәрседе еңбекпен келеді. Әйтсе де көпшілігіміз тер төкпей-ақ бақытты өмір сүруді қалаймыз. Оңай жерде нан жоқ, келсе ойламаңыз. Қимылдаған ғана қырасады. Қолыңыздан төк келмей ме? Мейлі, тым болмаса ниетіңізді түзеңіз, ойыңызды тазартыңыз. Әрине, бұның да көмегі зор. Осы орайда бақытының бағасын білмей жүрген көп әйелге ой салатын бір ғибратты мысалмен бөліспекпін. Кезінде ештеңеге көңілі толмайтын қыңыр әйел болыпты. Ол өз-өзін, өмірін жек көріпті. Балаларының бұзықтығы, күйеуінің аз ақша табатыны, жұмысындағы бітпейтін қиындықтар әйелді қатты қажытып жіберіпті. Әйел, менің өмірім сондай сұрықсыз, ал басқалар бақытқа бөленіп өмір сүріп жатыр. Неге мен ғана бақытсызбын? Деген оймен өз-өзін тұқырта беріпті. Бір күні әйел көңілі құлазып жұмыстан қайтып келе жатып, сиқырлы кітап сататын адамды жолықтырыпты. Ол кісі әйелге сиқырлы кітабын ұсынады. Әйел бақытының құпиясы деген жазуды көрген әйел бір сәт ойланып қалады. Кітаптан бөлек 3 күнделік дәптерінің бірін алуды ұсынады сиқыршы. Олар арыз шағым кітабы, көз жасының кітабы, алғыс кітабы. Әлгі әйел ойланбастан арыз шағым кітабын сатып алады. Түнімен өміріне шағымданған әйел кітапты соңғы бетіне дейін толтырып тастайды. Таңертең ұйқыдан оянған әйел балаларының күндегіден де тентек болып, бір-бірімен төбелесіп, күйеуінің әйелін көзіне де ілмей, апыл-ғұпыл жиналып жұмысына кетіп бара жатқанын көреді. Оған қоса басы да көтертпей ауырып жатыр екен. Көңілсіз әйел қабағы түйеулі күйі жұмысына кетеді. Жұмыста бастығынан сөгіс алып, әріптестерімен сөзге келіп қалыпты. Көңілсіз әйел сатушыға тағы да келеді. Ол, енді 2 кітап қалды, қалағаныңды таңда дейді. Әркім өзінің ойына, эмоциясына жақын нәрсені алады емес пе? Өмірден түңіліп, өксігі өңешіне тығылып, әрең жүрген ол көз жасы кітабын таңдап, бір шерімді тарқатып жылайыншы деп үйіне келеді. Үйіне шаршап шалдығып, әрең жеткен әйел кітапты ашып оқуға асығады. Кітапты ашып қалғаны сол еді, әйел есінен танып қала жаздайды. Өйткені кітапта бірде-бір сөз жоқ. Бірақ оқымаса да кино ленталарындай бейтаныс адамдардың өмірі көз алдынан өтіп жатты. Бұл кітаптың ерекшелігі әлгі көрген бейтаныс адамдардың өмірін өз басынан өткергендей сезімде болып қиналды. Алдымен әйел жалғыздықтан жапа шеккен адамдарды көреді. Біреуі өмір бойы тұрмыс құра алмаған әйел болса, екіншісі күйеуінен ерте айырылып, жесір қалған жас келіншек. Бұл әйелдер күйеуімен бір күнге болу үшін қолындағы бар алтынын беруге дайын еді. Кітаптың 3-ші бетін парақтады. Мұнда жазылмайтын дертке шалдыққан адамдардың тағдырымен таныс болды. Біреуі әр тыныстаған сайын жаны қиналса, екіншісі өмірінің соңғы сәтін жақындармен өткізіп қалуға тырысуда. Үшіншісі жақсылықтан күдер үзіп, темір кереуетте сұлқ түсіп жатыр еді. Қолы дірілдеп, көмейіне өксік тығылған әйел кітап беттерін ары қарай парақтады. Парақтаған сайын кедей, үй күйсіз, аш жалаңаш, өлім аузында жатқан, соғыстың қақ ортасында жүрген адамдарды көреді. Кітапты соңына дейін парақтауға жүрегі шыдамады. Орта тұсынан кітапты жапты да әйел өкіріп жылап жіберді. Жылаған сайын жүрегі тазарып, өз өміріндегі жақсы нәрселерді көре бастады. Бұрын тек кемшілікті көретін, ол енді өзіндегі барды бағалай бастағандай. Санасы да тазарып, жақсы нәрсе ойлай бастады. Маған көп байлық беріліпті. Қалайша қадірін білмегем, депті әйел өзіне өзі. Таң ата салысымен әлгі әйел сатушыға қайтып келіпті.
сатушыдан кешірім сұрап кетуге ыңғайланғанда, сатушы оған үшінші кітапты ұсыныпты. Бұл алғыс кітабы еді. Кітапты алған әйел бірінші бетін ашып, оған ең данышпан, ең мейірімді сатушыға өмірімді өзгерткені үшін алғыс айтамын деп жазыпты. Осылайша жүрегі жылылыққа толып, көңілі алып ұшқан әйел үйіне келіп, көз жасын сығымдап отырып, алғыс кітабын оқып шығады. Ол кітапты оқи отырып, бақыт, сәттілік, табыс, қарапайым нәрселерге алғыс айту арқылы көбейтетінін, артатынын ұғады. Сол күннен ол әрбір кішкентай қуанышқа да қуанып, ол үшін өмірге алғыс айту керек екенін түсінеді де, алғыс дәптерін арнайды. Таңертең ұйқысынан оянған әйел сықылықтап күлген балалары мен жанары нұрға толған күйеуін көреді. Ойлап қараса, өмірінің тәтті сәті мен алғыс білдіруде тұратын адамдар шексіз көп екен. Күйеуі мен балалары әйелді құшақтап, бетінен сүйіп, жақсы тілектерін айта бастаған сәтте, әйел де жылдар бойғы мұң қайғысын, өкпе ренішін артқа тастап, өмірін жаңа парақтан бастағандай күй кешіпті. Міне, әйел бақыты дегеніміз осы. Өміріңізге риза болмай, өзіңізді, айналаңызды жек көрсеңіз, жүрегіңіз де тыныш болмайды. Ал жақсы сөзбен алғысты қаншалықты жиі айтсаңыз, өміріңіз тыныштыққа, бақытқа, сәттілікке толады. Иә, бірінші өзіңізді, өзіңіздегі барды сүюді, жаратушыға алғыс айтуды үйреніңіз. Әйел бақытының құпиясы осы ғана, түк қиындығы жоқ. Бүгіннен бастап кішкентай сәттілікке де, тамшыдай жақсылыққа да алғыс айтуды бастаңызшы. Өміріңіздегі оң өзгеріске ертеңнен бастап куә бола бастайсыз. Өз бақытыңыз үшін өзіңіз ғана жауаптысыз. Көбірек күлімдеңіз және күліңіз. Қандай жағдай болса да, жақсы немесе жаман болсын, ол бәрібір өзгереді. Ол уақытша. Ең жақсысы әлі алда деп соған сеніңіз. Еш нәрсе адамға оңайлықпен келмейді. Сол себепті бақытты болу, бақытты өмір сүру өз қолыңызда. Әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрине, әйелдің бақытты болуы, гүлдей жайнап құлпырып жүруі ер азаматына байланысты. Сондықтан да ер азаматтар, әйелдеріңізді құрметтеңіздер, сыйлаңыздар, мақтап қойыңыздар. Өйткені әйел адам не істесе де оны жары үшін және балалары үшін істейді. Әйеліңіз сіздің жаныңызда өзін еш алаңсыз сезінсе, сізден бақытты отағасы болмайды. Қорыта келгенде, адамзат баласының ер мен әйелден тұратыны кездейсоқтық емес. Әйелді нәзік, еркектің төзімді болуы табиғаттың заңдылығы. Әйелге аналық мейірім беріп, еркекке отбасының жауапкершілігін үйренуіміз маңызды. Сонда ғана әрбір отбасы бақытты болса, сол отбасылардан құралған қоғам, мемлекет бақытты болады деп білемін. Қамшының сабындай қысқа ғұмырымызда бір-бірлеріңізді бағалаңыздар, құрметтеңіздер, сыйлаңыздар, жақсы көріңіздер. Алланың берген әр күніне шүкір етіңіздер. Бақыттың кілті шүкірде. Бәріне шүкір ететін, барына қанағат ете алатын адам ғана бақытты. Бақытты болыңыздар.